Баба дәстүрі бүгінгі күнге мирас. Ақын Қадыр Мырзалиевтің мына өлеңінің үзіндісі қазақтың қонақжайлылығын дәл суреттеп тұрғандай. Қазақ осы көргеннен танбайтын, той думансыз оты түзу жанбайтын. Қазақ осы алудаяқ алатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шабылып бір қалады. Байқада тұр, саған да ол кетер де, ат мінгізіп жібек шапан жабады деп келетін өлең жолдары ұлттың танымын көрсетіп, салт дәстүрінен хабар береді. Осы тұста қонақ күтуге қатысты ырым-тыйымдар қатары аз емес екенін айта кету керек. Мәселен, шаңыраққа бас сұғып кіріп келе жатқан қонақ абайсызда сүрініп кетсе, үй иесі марқайған түрмен төрінен сыйлы орын ұсынады. Бұның түп төркіні үйге күтпеген жерден байлық келеді, бақ дариды дегенді білдіреді. Қазақта қыдырып қонаққа келген жас баланы үйден құр қол қайтармайды. Бұл сәбидің меселі қайтпасын, көңілі қалмасын, жүрегі суымасын, үйден ыстық ықыласпен шықсын деген ырымнан туған ежелгі салт. Егер сәби үй иесінің жаман көзқарасын байқап, көңілсіз кейіппен қайтса, бұл шаңырақта бақ, төрден бақыт, дәннен ырыс кетеді деп ырымдаған. Қонақ қонған түні мал төлдесе, оған шапан кигізіп, ақжолтай қонақ деп үлкен құрметпен шығарып салған. Құтты қонақ келсе, қой егіз табады деген сөздің мәні осында. Ырым-тыйымға біреу сеніп, біреу күмәнмен қарауы мүмкін. Алайда жақсылыққа, ниетпен, жақсыға сенуге бағытталғандықтан оның адам баласына зияны жоқ. Қазақта сый табақпен екі кәрі жілік бірге тартылса, қонақ қуанады, оң жол болады, байлық келеді, бақ дариды деп ырымдайды. Мұндайда адам жіліктерді еттен тазалап, мүжіп, өзі жеп алып кетеді де үйінің босағасына іліп қояды. Қазақта кетік сынық ыдыспен қонаққа ас бермеген. Ыдыстың кетігінен шайтан қосарлана ас ішеді, қонақ қорланады. Қонақтың жебеуші иесі шамданып, кәрін төгеді деп ырымдайды. Қонақпен бірге үй қожасының өзі де астан ауыз тию керек. Бұл ырым арқылы астың адалдығы танылады. Асты, дастарханды қадірлейтін еліміз қастық қылған біреу туралы дәм тұзыма тапсырдым деп айтатын болған. Тапқан дәмге қас қылған жігітің бас деп өлеңдеткендей, шаңырақта астан дәм татқан адамның қастық ниеті болмау керек. Қазақтың қонақ жайлығына қатысты әдет ғұрып, дәстүр өте көп. Қонақ күту баба үлгісі екенін ескеріп, жаңа құндылықтарға сүйенген ғасырымызда жолымыздан жаңылмайық.